Сабақтың мақсаты сөз зергері, ұлттық сөз өнері тарихындағы зор тұлға Ғабит Мүсірептің жасаған игі істерін зерттеу. Ғабит Мүсірептің шығармаларын өз беттерімен оқыта отырып, тірек-сызбалар арқылы бағыт-бағдар беру. Шығармаларының идеялық тақырыбын жан-жақты ашу. Сабақтың типі жаңа материалды игерту. Көркем сөз өнерінің хас шебері, халқымыздың алып ойшылдарының бірі, 20 ғасырдағы қазақ әдебиетін бүкіл әлемге әйгілеген, дарындар қатарынан орын алған, көркем сөздің ғажайып құдіретін танытып кеткен суреткер Ғабит Мүсірептің өмір жолы мен шығармашылығына арналған сабағымызды әйгілі жазушының өз сөзімен бастасақ. Қыран қанаты талар қияға шырқап шығу үшін өнер адамына ешқашан талмайтын қуатты қос қанат керек. Оның бірі талант десек, екіншісі жан тәнімен беріліп істейтін еңбек. Ғабит Мүсіреп жайында не білетіндерін биопоэма әдісі арқылы ортаға салу. Туған жылы, туған жері, білім алған жері, қызметі, әңгімелері, повестері, драмалық шығармалары, романдарын топтастыру. Керемет дарындылығы мен ізденгіштігінің арқасында Ғабит Мүсіреп қазақ әдебиетінің алдыңғы шебіндегі маңдайалды қаламгерлерінің бірі болып қалды. Көркем сөзді түсіне білетін, өз отанын, ана тілін қадірлейтін қазақ оқырманының жүрегіне ол өзінің әңгімелерімен қазақ солдаты, оянған өлке, ұлпан секілді кесек туындыларымен, қозы-көрпеш баян сұлу, қыз жібек сияқты шығармалармен ұялап, олардың сый-сияпатына сүйіспеншілігі бөленді. Бүгінгі сабағымызда жазушының қазақ солдат романы мен Ақан сері Ақтоқты драмасымен сыр шертісіп ой бөлісеміз. Қазақ батыр повесі 1950 жылы қазақ солдаты деген атпен роман ретінде басылып шыққан. Бас аяғы 300 беттен тұрады. Роман 3 бөлімге, бөлімдер бірнеше тарауларға бөлінген. Романның бірінші бөлімі 10 тараудан, екінші бөлімі 13 тараудан, үшінші бөлімі 11 тараудан тұрады. Бас кейіпкер Қайрош Сарталиев, прототипі Кеңес одағының батыры Қайырғали Смағұлов. Зытып келем, артыма қарай зытып келем. Зытып келе жатқаным қашып келемін, артыма қарай беретінім қорқып келемін. Шығарма басы осылай басталады. Оқиға Қайроштың сөзімен баяндалады. Сирайдап жүрген бала шығарма соңында ержүрек, қайсар, батыр тұлға болып қалыптасады. Барлық кейіпкерлердің өз прототипі бар. Демек, ойдан шығарылмаған әдеби шындығы бар роман. Романның композициялық құрылысы өзгеше шеберлікпен берілген. Кеңес заманында туып өскен адамның өсу, жетілу жолы басты әңгіме болып баяндалған. Ұрыс кезіндегі жауынгердің батырлық мінезі, азаматтық бейнесі, адамды танып білу сияқты қасиеттері қалыптасуын көреміз. Кеңес одағының батыр жайында түсірілген деректі фильмге назар аударайық. Әуел келісіп алайық. Сіз еш нәрсе жасырмаңыз. Мен еш нәрсе қоспайын. Жоқ, сіз еш нәрсе қоспаңыз. Мен еш нәрсе жасырмайын. Уәдеміз осы болды. Жазушы мен кейіпкер арасындағы диалог романға дейін осылай басталған еді. Болашақ батыр 1919 жылы Атыраудан 30 шақырым жердегі Қайыршақты ауылында дүние келді. Әкесінен жастай айырылды. Жоқшылық жетім ұлдың қолын байлағанмен, бірақ жолын байлай алмады. Романда Қайроштың бір табын сиырды тастап, ауылдан артына қарамай зытып қалаға қашатын себебі сол. Білім алмаққа, қараңғылықтан құтылмаққа ұмтылу еді. Костя деп атапты, иә, ол кісіні? Константин Иванович деп тіпті. Константин Иванович. Неге олай атаған? Себебі балабақшада болды ол, жетімдердің балабақшасында. Сол жетімдердің балабақшасында болған кезде. Костя деп атаған. Сосын әкеңнің аты кім, анамды деген мезгілде, ой, Иванович деп жазып тастапты. Ашаршылықты да, тұрмыстағы ауыртпалықты да көрген бозбала Костя, яғни Қайырғали, 1933 жылы Оралдағы балалар үйінде 7 сыныптық білім алып тәлім тереді. Артынан анасы Биғайша іздеп келгенде де оқуын үзгісі келмей Оралда қалған. Романның сюжетіне мен салынған суреттері. Енді ол кісінің бала кезіндегі суретінен тек қана мына жерде үйі, бұрынғы тұрған үйі, ескі үйі, енді қазір кезде бұл үйде жоқ. Анасы Биғайша деген кісі болған. Сол Биғайшаның ұстаған заттары деп жаңағы осы мұражай ашылған кезде тапсырған. Өмірдің тауқыметіне шыныққан, шыншыл әрі қайсар Қайырғали 1939 жылы әскерге шақырылды. Ал соғыс басталған 1941 жылы ол 22 жаста еді. Алғаш Дон, Ростов, Орджоникидзе қалаларындағы қанды шайқастарға қатысты.
Қырым мен Кавказда да ерлік көрсетіп, Қызыл жұлдыз орденін кеудеге қадады. Бірақ Қайырғали Смағұловтың жасындай жарқырайтын шағы алда еді. 1943 жылы мынау Новороссийск деген жерде сонда Елтеген деген төбе бар. Сол төбеде, сосын Керчь түбегінде майдан болған. Сол жерде қанды қырғын болған. Көп полктан көп адамдар қаза тапқан. Сол жердегі үлкен ерлік үшін Қайырғалиға батыр атағы берілген. 10 адамның бірі болды. Жалғыз қазақ Қайырғали. Сол 43 жылы жасаған ерлігі бойынша Сталиннің бұйрығы бар. Кімде-кім Советтер одағының батыр деген атаққа ие болды. Сол алтын жұлдызға ие болғандарды енді фронтқа жібермеңдер. Бір ай демалыс беріп, еліне жіберіңдер деген бұйрық болған. Мына кісі сол батырлық атақ алғаннан кейін бірден жараланған жерден госпитальда жатып, бірнеше ай бойына емделген. Сосын пойызға мінгізіп, бұл кісіні Алматыға жіберген. Сөйтіп бір жылдары ауылдан қашқан бақташы жігіт енді Кеңес одағының батыры атанып туған елге келеді. Жол бойы қошемет көреді. Пойыздан түскенде қаумалаған қалың жұрттың құшағынан сытылып әзер босайды. Оны республика компартиясының хатшысы күтіп алады. Жұмабай Шаяхметпен алғаш кездескенде сондай жылы жүз адам екен. Мені келіп, бауырым, аман келдің бе деп құшақтады. Соң құшақтап, мен де жетім көкірек жаңа ағамыздың құшақтағанына шыдай алмай төгіліп келіп жыладым. Көзіміз сүрдіп, кішкене демалғаннан кейін. Айналайын, біздің мақсатымыз сіздің ерлігіңізді үлгі ету. Сөйтіп, халықтың патриоттық сезімін ояту. Содан жазушылар мен журналистердің алдында майдан даласында көрген қанды қырғынды ер егіле баяндайды. Ел емірене тыңдайды. Бір кезде жиын біткен соң көп адамның ортасынан бір адам келіп, мен қолтығына алды. Жарқын жүзді, әдемі, керілген, бір түрлі тәкаппар, несі бар адам сияқты. Келіпті, қолтығына алды. Айналайын деп арқамнан алды. Сосын Жұмабайға дейді, Шаяхметке, Жұмеке, енді бүгінше Қайрекеңнің жұмысы бітті ғой. Мен осы Қайрекеңді үйіме барып қонақтайын деп едім. Ғабит Мүсірепов. Алматыда болған 10 күннің ішінде батырды Ғабит Мүсірепов үйіне бірнеше мәрте шақырып кеткенше қонақ қылады. Сыр суырат, майдан өмірі мен Қайырғалидың жан дүниесіне қанығады. Батырдың соғыс даласына қайта кетерінде жазушы сен менің кейіпкерім боласың деген. Сөйтіп 1945 жылы алдымен қазақ батыры деген атпен шағын әңгіме жазылады. Алайда тылды қозғамай тек майданмен шектелдің деген Мәлік Ғабдуллиннің сынынан соң Ғабит Мүсірепов шығарманы толықтырып роман жанрында қайта жазады. Бұл оның қаламына бұйырған ең алғашқы роман еді. Ендігі аты Қазақ солдаты. Кейін батыр жазушыдан неге дәл мені кейіпкер қылып таңдадыңыз деп сұраған. Сонда Ғабит билеп етті. Айналайын Қайырғали. Батырлар көп қой. Бұрында батырларымыз бар. Естіп жүрміз, оқып жүрміз. Бірақ сені көргенде жазғым келіп кетті. О да бір жазушылықтың бір құдіреті ғой. Оның сондай маған деген бір керемет аяушылығы болған болар. Мен жетім өстім, Жарыл Жақыбай болдым. Соның бәрі Ғабекеңе әсер еткен. Жалпы Қайырғали Смағұлов тумысынан өте қарапайым болған деседі. Тіпті батыр атағын алғанда да аса сезіне қоймаған. Киев қаласының үлкен залында Алис Кончар дейтін керемет үлкен жазушысы. Зал толған адам, нишаншар жер жоқ. Билеп айтты дейді. Ал жұртшылық, біздің ортамызда ұлы Ғабит Мүсіреповтің «Солдат из Казахстана» романының бас кейіпкерінің прототипі, Қайырыштың кейіпкері Қайырғали Смағұлов, Советтер одағының батыры Қайырғали Смағұлов бар. Мені ол дегенде орнымнан тұрдым дейді. Өмірде ондай сезім қояқ қолын дірілдеп, бүкіл зал ұшып тұр келіп қол соқты, және қол соғып ұзақ уақыт отырмады дейді. Шын мәнісіндегі Қазақ солдаты романының кейіпкері болғандығымды сол жерде сезіндім. Кішкентай кезінде жақсы болды. Папамның қасында папам келсе, тек алдында тек постоянно шауып жүрем. Қонақтар келсе, алдында отырам. Соғысқа бастан аяқ қатысқан батыр 74 жасында дүниеден өтті. Қазір ауыл шетіндегі мына зиратта мәңгі тыныстап жатыр. Ал мына кісі батырдың кенже ұлы Хамит. Мына кітап сіздің үйде қашаннан бері бар? Мына кітап 65-де шықты. В честь 20-летия Победы.
Соны мына Ғабит Мүсіреповтің жазған қолы. Өз қолымен жазған. Өз қолымен жазған. Здесь написано: «А мне дочери солдата, дочери мои». Солдат, который описан в этой скромной повести, был и остается истинным героем, выходцем из народа. Жалпы бұл кісі ерлігін көп мақтан етпейтін. Ол осы жасаған ерлігін, біріншіден ол менің ерлігім емес, сол ерлік жасауға көмектескен менің дос, жауынгер жолдастарым деп атайтын еді. Қазақ солдаты роман жалпы біздерде отбасымызда бәрі балалар оқыдық, кішкентайынан оқыдық. Сол балаларға оқытып жатқан кезде мынау менмін деп еш уақытта айтқан жоқ. Сол балалары әкесінің ерлігін тек қана ұстаздардың айтуымен ғана білді. Қазір Батырдың кіндік қаны тамған ауылдағы орта мектеп Қайырғали Смағұловтың атында. Білім ошағында 1982 жылдан бері Батырдың музейі бар. Мына киімдер жаңағы сол кісінің мынау менің соғыстан кейін киіп келген шинелім деп тапсырған киімдер, аяқ киімі өзінің. Қанды қырғыннан келгеннен кейін де Батыр бейбіт өмірге белсене араласқан. Әскери кафедрада сабақ беріп, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеген. Музейде Батырдың әскери парадта киген киімдер де тұр. Романда да айтады, ағаш чемоданның ішіне заттарымды жинап салдым деп. Содан кейін жаңағы патефонда, бұны да жаңағы романның ішінде Ғабит Мүсірепов айтып өтеді. Патефон келіпті үйімізге деп. Су құйған құты, тамақ құятын ыдысы. Атыраудан отан соғысына 42 мың адам аттанса, оның 13 мыңы оралмады. Облыс бойынша 9 адам Кеңес одағының батыры атағын алды. Тізімнің басында Қайрош, Қайырғали Смағұлов. Батыр туған ауылға кіреберісте мынадай шумақты оқыдық. Жауынгерді айналдырып құрышқа, тайсалмастан кірген талай ұрысқа. Ұрпағына үлгі болған ғұмырын ұқсатамыз жарқылдаған қылышқа. Бұл қазақ солдаты. Ақан сері Ақтоқты Ғабит Мүсіреповтің 1941 жылы жазған тарихи шығармасы. Пьеса қазақ әдебиетінің драматургия саласындағы шоқтығы биік туындыларының біріне айналды. Шығармада 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың басында өмір сүрген қазақ халқының әйгілі әнші-композиторы, әрі ақыны, сал серісі Ақан Қорамсаұлының өмірін суреттейтін және замана шындығын танытатын тарихи шындық сипатталады. Бұл пьеса 4 перделі, 5 суретті драма. Драматург осы шығармасының 2 түрлі нұсқасын жазған. Пьеса романтизм үлгісінде жазылған. Пьесада Ақанның кішкентайынан бастап өнер жолына шығуы, тыныс-тіршілігі түгелімен көрініс табады. Романды талдау. Топтық жұмыс тапсырмалары. Бірінші топ шығарманың композициялық құрылысына талдау. Екінші топ салыстыру кестесі. Сол кездегі балалардың өмірі мен қазіргі балалардың өмірі жайлы салыстыру. Үшінші топ әдеби теориялық ұғымдар бойынша талдау жасау. Жұптық жұмыс тапсырмалары, тұжырым кестесі. Әңгімеден үзінді беріледі. Кейіпкер табылады. Кейіпкердің бойындағы адами қасиеттер топтастырылады. Семантикалық карта. Кейіпкер сөз беріледі. Ол қай кейіпкердің сөз екенін ажыратуымыз керек. Жеке жұмыс сиқырлы қалам әдісі бойынша қазақ солдаты романынан бір ауыз сөзбен түйген ойларын, алған әсерлерін қорытындылайды. Сабақты тест жұмыс арқылы бекітеміз. Сабақта аяқталмаған сөйлем атты кері байланыс жүргізіледі. Үйге тапсырма: Ғабит Мүсірепов көсемсөз шебері, ой толғау жазу, жазушының Ақан сері Ақтоқты пьесасын оқу. Сабақты жазушының шығармашылығына өз бағасын берген Рымғали Нұрғалиевтің сөзімен аяқтаймын. Ғабит Мүсірепов творчествосы қазақ өнерінің сұлу бір арнасы. Ғабит әні таза үнді, әсем әуезді шырқау ән. Ғабит арнасы мөлдір тұнық арна. Ғабит шығармалары ұзақ баптап, әбден жаратып, жал құйрығын сүзіп барып, бәйгеге қосқан жүйріктерді еске түсіреді. Оның шығармалары әдебиетімізге мәдениет, көркемдік, тереңдік әкелді.